Баршаларыңызға қайырлы күн. Біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі рубрикамыздың ерекше қонағы, талантты дауыс иесі, керемет әнші. Біздің арнамызға Әміре, лақап атымен танымал біздің ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Әдемі бүгін қызықты түсірілім болатын сияқты, ерекше форматтағы кулинария дейді ғой енді, былайша айтқанда. Біраз болды келмегеніме, бір соңғы рет осыны 7 жыл алдын Алматыда қатысқан болатынмын. Одан кейін міне саған келіп отырмын. Рахмет үлкен. Сізден бүгін керемет тағам күтеміз. Негізі жеке өміріңізде тағам дайындайсыз ба? Әрине, әлі басым бос, сондықтан тура келет дайындауға өзіме кейде турда гастрольдерде жүргенде ресторандардан тыс өзім дайындаймын. Балыққа шыққанда өзіміз дайындаймыз, ет қуырамыз, қуырдақтар жасаймыз, түрлі балық қуырамыз деген сияқты. Ең мықты пісіретін тамағыңыз қандай? Ең мықты мен өзім тауық етін жақсы көремін. Тауық етінен түрлі паста болсын, жаңағыдай бульон болсын, жеңіл сондай бір диеталық қатты майлы тамақтар жей алмаймын, сондықтан тез дайындалатын жеңіл тамақтар ұнатамын. Керемет. Бүгін ендеше сізді жаңа қырыңыздан танимыз деген үміттеміз. Ендеше бастайық. Бастайық. Бүгін дайындайтын тағамымыз қуырдақ, шиқуырдақ және салат. Сізге бүгін көмекші боламыз. Біздің бас аспаз барлығын қадағалап, біз бағытта отырады деген ойдамыз бұйырса. Ендеше іске кірістік. Бәлкім ұмытып кеткен шығармын. Мына жерде бір гәп бар ма? Бірдеңе Қазір бір лап жатыр десең. Күшті орайсыз ғой кәдімгідей. Сен тойыңа барып әндетеміз. Құдай қаласа. 30-дан орда бұзып, 40-қа қарай қамалды дайындап. Негізі қандай жаңалықтарыңыз бар бізді? Жаңа хиттармен мүмкін қашан қуантасыз? Биыл 30-ға толдым. Құдайға шүкір. 30-ға толып түрлі сондай бір тәжірибе жинадым өнер жолында, өмір жолында. Хиттардан бұрын басқа бір мақсаттар болып тұр, шыны керек. Басқа бір деңгейге өту деген сияқты, адами деңгейге өнер деп жүрген жақсы ғой, бірақ сонда да сондай үйлену, отбасы деген сияқты жеке өмірге мән беру, фокус өзгертілген. Қатты бір карьера қуып жүрген жоқпын қазір, шыны керек. Бірақ белгілі бір уақытқа ғана бұл, шыны керек. Себебі біз бала кезден қанымызға өнер сіңіп кеткен, өнермен айналысамыз, өнерде жүреміз әрине. Бұйыртқан уақытында енді бір үлкен халықаралық байқауларға қатысқым келеді өзіңнің ағаң сияқты. Сәттілік. Рахмет. Сондай жоспарларымыз бар. Құдай қаласа. Ал, огурцы дайын. Бірден, мен сізге ылсыңыз дайындап берейін. Огурцы дайын. Бірден сала берейік. Огурцы саламыз. Тұздығын дайындаған соң араластыратын боламыз. Мен қандай обычный свежий салат па, бұл қандай салат болады? Бұл стейк салат. Стейк салат. Себебі қазір сиыр етін қуыратын боламыз, және осымен араластырып, керемет дүние шығады деп ойдамыз. Осы орайда жаңа айтып кеттіңіз, бала кезімнен ән айтып бастадым деп. Негізгі өнер жолына келуіне сізге не шабыт болды? Неге бастадыңыз? Қалай? Мүмкін отбасыңызда әншілер бар шығар? Жоқ, мен отбасымда әншілер өкінішке қарай, бәлкім қуанышқа орай. Өкінішке қарай, в моем случае дейді ғой. Сол бала кезде музыка сабағынан барлығы басталды. Мынанда тұрау керек қой, Бұны ортасынан тұрайық, кішігірім болып. Бөліп, жай, Сол музыка пәнінен басталды, содан кейін мен ойлаймын жалпы, бізде музыка ол менің жұмысым емес, ол менің хоббиім де емес, ол менің өмірім болып кетті да. Өмірім болып кетті, сондықтан бір белгілі мен әнші болам деген ондай настрой әдейі болған жоқ. Солай өзімен өзі барлығы басталып кетті. Сезіліп кетті өнерге деген махаббат. Биыл өнерде жүргеніме Құдайға шүкір, енді 8-9 жасымнан бастадым ғой. 20 жылдай болып қалыпты кәсіби өнерде музыкамен айналысып жүргеніме. Сіздің кулинарияда жүргеніңізге қанша уақыт болды десең? 1 жыл болды. Бір жыл болды. Дайдидал мейрамханасы ашқалы бері осы жаңа сферамен танысып жатырмын. Көп тәжірибем жоқ негізі. Білуімше, сен негізі өзің несің ғой? Қандай? Болашақ қалай айтады, қазақша қалай, врач па? Болашақ дәрігер. Қазір 5-ші курста оқып жатырмын. Бұйырса, осы жылы дипломымды алам, сосын кейіннен интернатураға жалғастырам деген ойым бар. Бұл енді хобби ғой, былай айтқанда. Дайдидал сенің махаббатың болып тұр ма?
кішігірім. Мен сізді өз басым лирикалық әнші ретінде танимын да. Әрине. Енді қазіргі жастардың талғамында басқа стильде жүрсіз, бірақ өзіңізге жаныңызға қай стиль жақын негізі? Жігітке жеті өнерде аз дейді, жалпы музыкаға да қатысы бар әңгіме деп ойлаймын. Мен бір бағытта деп жүруге болмайды. Қазір заман сондай, кез келген бизнес өзіңде көріп отқан шығарсың. Общепит болсын, әрдайым орысша айтады ғой енді, в ногу со временем жүру керек. Бірақ ең бастысы өзіңнің кредоңа, өзіңнің ішкі жан дүниеңе өтірік айтпау керексің. Егер сол екеуі бір-біріне қарама-қайшы келмесе, қатар алып жүруге болады, түрлі жанрды, түрлі музыканы. Оның ішінде лирика да кіреді, оның ішінде диско музыка да кіреді. Себебі мен тек қана концертте, үлкен байқауларда жүрмеймін. Кішкене бір енді корпоративный мероприятиялар болады, былайша айтқанда. Ивент дейді ғой, енді түрлі ивенттер болады. Ол да біздің бір белгілі нан тауарымыз. Сондықтан сол сахнаға, сол аудиторияға орай түрлі аудитория бар, музыка жазамыз. Халықаралық музыка, лирика болсын, қазақша. Барлығын, Помидорым дайын, не істеймін? Мынаған салайын ба? Ыдысқа салып, дайын бересің. Жинай берейін, мына ыдысқа. Аха. Мен сізге бір жұмбақ жасан дейсің. бір ойын ойнаймыз қазір. Сондай ма? Қазір жастардың арасында стрём или норм деген ойын. О! Танымал болып жатыр. Ойнамаппын. Бірінші сұрағымыз, сахнада фонограммамен ән айту. Кейбір көрермендерге түсіндіре кетейік. Стрём деген онша емес, норм деген болады, жақсы деген сөз. Фонограммамен сахнада өлең айту стрём. Мен де стрём деп ойлаймын. Әрине. Біздер табиғи жанды дауыс жақсы көреміз, өнерді бақылаймыз. Біз кәсіби әншілерміз дейсің ғой. Біз кәсіби әншілердің отбасынан шыққанбыз дейші. Дұрыс қой. Екінші сұрақ, өзіңе ұнамайтын іспен айналысу. Енді өмірде түрлі жағдай болады. Кейде біреудің таңдау болмай қалады, шыны керек. Сондықтан менің ойымша ол норм. Өмір түрлі кезеңге адамды алып келеді. Кейбіреуде бір таңдау болмай қалады, сондықтан сол көзқарас призмамен айтсам, нормально, норм. Дәстүрлі әндермен ремикс жасау. Дәстүрлі әндерден ремикс жасау стрём. Стрём, ол дәстүрлі ән. Окей. Мен норм деп ойлаймын. Норм, Ұмытылып кеткен әндерді мүмкін жаңа тыныс беру. Жоқ, ремикс па, или жандандыру осы заманауи қылып шығаруды айтып жатсың ба? Солай келтірейге. Мысалы, Димаш нені айтты ғой, Самалтауды айтты ғой. Сеніңше ол жаңаланған түрі ғой. Онда норм. А ремикстер мен кішкене анаған ойлап жатырмын, более клубный версия. Ауылда тұру. Өзің білесің ғой мен? Мен ауылда жүрем, 24-7 қаланың сыртында. Бос уақыт болса, Әміре аға қаланың сыртына қашып кетеді. Өзімнің жылқыларыммен, қойларыммен, ешкілеріммен десең. Балықтардың арасында жатамын дегенше. Балықтарыммен, өзім ауылдың баласымын, сондықтан маған ауыл менің түп нұсқам. Мен де норм деп ойлаймын. Керемет, ауыл жақсы көреміз барлығымыз. Келесі сұрақ, қазақтың дәстүрлерін білмеу. Енді ол өзің түсініп тұрсың ғой. Қате. Қазақтың дәстүрлерін білмеу. Қате. Барлығында, енді дәстүрдің де ескісі бар, естісі бар дейді ғой. Сондықтан өзіміздің бір түп адами неге құндылықтардан құралған дәстүрлерімізді білуіміз қажет деп есептеймін. Ер бала вне профессии, енді бұл кісілер маман ғой. Ер бала асханада көп жүрген саған стрём немесе норм? Норм деп ойлаймын. Норм, Себебі өзінің жан-жарына, сүйіктісіне көмектесіп жүргенде тұрған. Не бар дейсің? Ешқандай қателік көріп тұрған жоқпын. Маған да норм. Себебі адамды бақытты қылатын қарапайым адами сезімдер, іс-қимылдар, ол тек қана үлкен бір нәтижелер емес, үйден тыс. Үйдің ішінде адам осындай достарымен, құрбыларымен, әке-шешесімен жиналып тамақ пісіру, соларға бір тәтті сезім сыйлау, ол норм. Керемет. Қасында жай ғана жағаласып әңгіме айтып тұрудың өзі қандай? Әрине. Бір ұрысып алып дейсің ғой, Картошканы дұрыстап ашсайықшы.
Так, Нариман аға, сізде барлығы турап дайын тұрып қойған. Енді етіміз дайын, өкпе бауырымыз Бұны дайын. не істейік біз деп айтсаңызшы. Сәл Амри, әңгіме. Амри көмектесіп жіберсеңіз, не істеу керек? етті қуыру керек, қуырдақ жасау керек. Мен сіздің көмекші ретінде келгем бүгін. Так, маған қуырамыз ғой, Иә, болды, май жейді. Май жетеді. Аха. Енді етті салып, қуыра беріңіз. Былай көне істей берейін, иә? Иә. Ақырын кетеміз да. Түгел салам ғой, барлығын. Иә, түгел етті саламыз, одан кейін кішкене қуырылғасын, өкпе саламыз. Ши қуырдағын үй жағдайында дайындау үшін қажетті азық-түліктер құрамы: 200 грамм жылқы еті, 100 грамм өкпе, 100 грамм бауыр, 50 грамм пияз, 20 мл өсімдік майы. Сонымен қатар талғамыңызға қарай тұз және дәмдеуіштер қолдансаңыз болады. Мен негіз тамақты күшті пісіремін деп айтпаймын, бірақ Нариман ағаның қасында жүріп, бірден үйреніп жүрмін. Иә. Енді дайдеда уже біраз тамақ үйренген шығарсың, біраз өзіңе тәжірибе алып, қандай тамақ істеу, болашақта өзіңе ертең тұрмыс құрғанда ол керек болады ғой. Бұйыртса. Иә, бұйырса. Сен тойыңа барып әндетеміз, құдай қаласа. Асыға күтеміз. Иә. Төрден орныңыз дайын ғой. Құдай қаласа барамыз. Нариман, сіз осы кәсібіңізде қанша жыл Жасап жатсыз. Енді жасағаныма 20 жылдай болып қалды. Вау. Мен білмеймін. Жасыңыз нешеде сонда? Жасым. Айтпай ақ қойын. Менен құрасыз ғой, иә? Үлкен бе менен? Сәл үлкен деп. Сәл үлкен деп, иә? 39-дамын. 30 сәл дейсің ғой. Сәл 9 жасқа үлкен деп. Шабытыңызды қайдан аласыз? Жаңа әуеде ұшып жүрем деген кезден ойыма келіп жатыр. Шабыт Түрлі әндеріңізге, мүмкін түнде, бір жатқанда, студияда. Жалпы көбісі айтады, шабытты мен біреуге ғашық болып қалып жазам, түрлі бір қиялдардан келеді деп. Мен жалпы менің шабытым олай емес. Мен өзімнің басымда бір жеке үлкен бір тарихты құрастырам. Сол тарихқа өзім сеніп алам бірінші. Содан кейін сол тарихқа сеніп музыка жазам, ән жазам. Бүкіл әндерім көбі солай шыққан. Бір қызбен ауырып, сол қызға ән арнадым деген сияқты болмаған деп ойлаймын өзім негізінде. Бәлкім ұмытып кеткен шығармын. Мына жерде бір гәп бар ма, бірдеңе? Нәрсе бір лапша тұр десең. Сәл бүйтіп. Мына жерде бір лапша тұр сөйтсек деп. Солай. Ал, так, мынау қалай? Голубцы ма аты қандай еді? Перец па? Сладкий перец па? Иә. Иә, сладкий перецті қазір біз мына жерге саламыз. Иә, біз бұны тұздықпен араластырып алайық. Керемет қылып турап та енді мен. Иә, бірінші сала берер шығармын, иә? Иә, салып араластырайық. Бізге тұздыққа қыша тұздығы қажет болады. Бал және де зәйтүн майы. Осыларды араластырып, сосын маринадталған имбирь, зімбір. Иә. Соны бетіне әшекейлейміз. Және де міне стейк еттерімізді дайын болып қалды. Бір тазалыққа салып қойайын. Так, мен тұздық дайындай берейін. Бір чайный ложка. Шай қасық. Бал, тағы салайын ба? Жетеді, е? Тәтті ол жақсы көрсеңіз сала беріңіз. Дейсің да? Деп аласың. Жүре бересің. Әрі қарай бір қасық. Қыша. Аз да салайын, е? Сәл аз да салайық, е? Бола ма? Әдемі. Мен зәйтүн майымыз. Салдық. Сіз стоп деп айттыңыз. Болды, жетеді десең. Сөйтіп араластырамыз. Амри аға, сіздің сүйікті әншілеріңіз кім? Көбінесе сол өзің айтқандай шетелдік әншілер болсын, біздің әншілер болсын Қазақстандағы. Кішкене тұздық қосып жіберейін деп жатырмын, кішкене. Аз болып қалыпты, е? Аз болып қалған сияқты. Сол енді біріншіден енді қалай мысалы көбісі айтады ғой, қазақтың әндері керемет қой деп. Шынымен де қазақтың әндері жай сөз емес керемет қой деген. Өте сондай ауыр техникалық жағынан орындалуы, оның дауыс ырғағы, диапазоны өте кең болған. Сондықтан біріншіден әрине қазақ музыкасы, жаңа өзің айтқандай, заманауи түрлері. Сала берейін ба? Салыңыз. Түрлі меломанмын ғой мен.
Димашты да тыңдаймын, Стиви Уандерді тыңдаймын, Музартты тыңдаймын, өзімді тыңдаймын. Өзіңіздің айтқаныңызға үнемі көңіліңіз толады ма? Жоқ. Да. Керемет жауап. Өте дұрыс жауап. Иә. Тіл үйрер стейк салатын дайындауыңыз үшін қажетті азық-түліктер құрамы келесідей: 120 грамм сиыр еті, 60 грамм салат жапырақтарының қоспасы және де қияр, 35 грамм черри қызанағы, 25 грамм тәтті болгар бұрышы. Ал соусына қажетті қыша тұздығын, бал және де зәйтүн майын өзіңіздің талғамыңызға қарай қоссаңыз болады. Көкпе жақсы көресіз, Обожаю десең да, күнде жеймін. шын ба? Жоқ. Ішек, қарын, бауыр. Өкпе, катмет таза осындай қара ет жеймін. Өкпені кейде сол үйдегілер соғым сойғанда, не істегенде ораз сол кезде жеймін. Бірақ енді білем пайдалы екенін. Өкпе болсын, бауыр болсын. Үйдегілер мейді де жейді, анау қойдың ба, ненің тілді де жейді. Сол кезде жейміз. Әміре аға, сіз өміріңізді бір жанрмен бейнелесеңіз, қандай жанр болар еді? Точно экшен емес, фантазия емес, документальный фильм дейші. Да? Документальный фильм. Енді бір сондай бір... Қарап жатып ұйықтап кетеді оны қонақта? Иә, өзім сондаймын мен. Да? Асықпай, қатты бір нені, адреналинді ондайды ұнатпаймын. Түрлі бір экшендарды біреу болады ғой сондай адамдар. Бірақ белсендімін, өте белсендімін, бірақ рационалдық тұрғыда белсендімін. Біздің ендеше қордағымыздың соңғы сатысына келіп қалдық. Иә, одан алдын кәдімгідей қара ет салдық, жылқының етін салдық, одан кейін өкпесін салдық. Қазір бауыр, пияз, картоп, тұяғын саламыз соңында. Сала берсек болады ма, Нариман аға? Нариман ағандай күшті екен андай, асықпай сөйлейді. Біздің баритонымыз ғой. Иә. Диктор. Түрлі бізге режиссерлар келеді, қонақ болып. Нариман ағаның образын, силуетін көріп, бұл точно повар ма, мүмкін актер шығар деп бәрі таңғалып бізге модельдікке келсе қалай болар екен деп. Сондай ма? Сондай бар. Байқашы, дайдеден кетіп қалып жүрмес. Сол әрең ұстап отырмыз бай құшақтап. Кетіп қалмасын деп. Ал пиязды салдық, бәрін араластырамыз. Қазір көзіміз кішкене ашып жатыр. Бұл қуаныш жасы деп қабылдаңыздар. Картоп салшығын ба? Картоп саламыз ба? Нариман аға, түсінбей жатырық. Кішкене қуырып аламыз да. Сәл-сәл қуырғаннан кейін картопты салып, одан кейін тамақ дайындап, Нариман екеуміз неге? Табиғатқа кетеміз. Әміре аға, соңғы сұрағымыз болсын. Сіз енді соңғы уақытта халықтың арасында бүркіт образымен танымал болдыңыз ғой? Неліктен бүркіт оны өзіңіз таңдадыңыз ба? Жоқ. Неге ол образ халықтың жүрегінен орын тапты деп ойлайсыз? Жоба ғой. Негізі кішкене бармақтай бақ әркімге әртүрлі беріледі. Оның ішіне тек қана жай талант кірмейді, талантты адамға бақ берілу керек. Түрлі өзің білесің, мықты талантты әншілер бар. Бірақ өкінішке қарай белгілі тағдырдың несімен, Алланың жазуымен әртүрлі сан қилы жолдарға кетеді. Өкінішке қарай өнерден тыс жігіттер. Сондықтан маған енді солай бұйырып тұр екен. Одан алдын өзің білесің, Славянский базары болды. Басқа да конкурстарға әйтеуір қатысып жүрдік. Еуропадағы, осы ТМД елдерінде. Сөйтіп осында бір жоба болды, белгілі бір жоба. Сонда бүркіттің образымен шығып, ол әндерім халықтың көңілінен орын тауып, ол әнші үшін ең маңызды нәрсе деп есептеймін. Жүрегіне орын таба білді. Содан кейін бүркіт болып атап кетті өзі, жалпы халықтың қойған сондай бір шығармашылық лақабаты. Ол бөлек музыка, бөлек жанр, бөлек адам деп есептеуге де болады ол жобаны. Енді бірақ шынымен жаңа мен басында өнерде қандай жоспар дегенде белгілі бір сатыға көтерілу деп айттым ғой. Бұның барлығы жақсы, әрине бүркіт, Әміре, Қазақстанда жүру, бірақ өзің білесің, мен маған шығармашылық өсу қажет. Әрине, менің өзім сондай бір қойған мақсатым бар. Ол жерде бір ешқандай мансаптық, материалдық тұрғыда менің қызығушылығым жоқ. Жай өз-өзіме дәлелдеу, әлемді көру, әлемде жүремін деп айта алмаймын. Мен Қазақстанда өзім болғым келеді әрдайым. Бірақ өзімнің расширять границы дейді ғой. Кез келген бизнес салада болсын, өнер саласында болсын, адам жан-жақты өсуде болу керек, ізденісте. Сондықтан белгілі бір сатыны өттім, 30-ға жеттім. Әрі қарай 30-дан орда бұзып, 40-қа қарай
қамалды дайындап, үйленіп, жақсы бір жобаларға шығып, осындай арасында асханада тамақ жасап, жұбайымызға көмектесіп деген сияқты жоспарлар бар дейді. Керемет жауап. Картобымыз күтіп қалды. Сал жіберейік онда. Сала берейік. Еркелесің ерекше әдемісің, келігімдей даланың, арулардың кешегі дәлелесің, ай мүсінді маралым. Адамзаттың ажарлы көркемісің, күндей ашық қабағым. Көңілдегі сезім бе ерке қосым, сағыныштың самалым. Мөлдіреген, мөлдіреген, мөлдіреген жанарың, мөлдіреген, мөлдіреген, мөлдіреген жанарың. Бүгін шынымен сондай бір керемет сезімге толы ас мәзірлеу процесі болды. Осындай әдемі жобаға шақырған барша ұйымдастырушыларға, Дайдидау ресторанына, Раушан қарындасыма рахметімді, алғысымды білдіремін. Осындай әнмен түйіндеп, біздің қазақ астары, қазақ өнері, қазақ асхана мәдениеті өркендей берген қалаймын, және де біз өзіміздің қолдауымызды әрдайым жасауға, көрсетуге дайынбыз. Дайдидауда жолыққанша, Дайдидауда терлеп, сорпа ішіп жолығайық. Рахмет. Ендеше біздің қуырдағымыз да дайын болып қалды. Енді соңғы сатымыз астауларымызға салып, дастарханға берейік. Дастарханға берейік, одан кейін жүрейік десең. Ал, қуырдақ, дайын ши қуырдағымыз. Бұйтса дәмгі. Кім салады? Мен өзім сала берейін ба? Сала берсеңіз болады. Түрі деген кино болып тұр ғой. Кәдімдей сериал болып отыр ғой. Бірнеше сезондық сериал болды ма? Әміре ағаның бізде енді қуырдақ пісіре алатын көрдік. Келесіде қандай тамақ пісірсек екен? Келесі сезонда бұйыртса табиғатқа шығып, далада тамақ дайындап, керемет демалыс ұйымдастырайық. Бұл келістік осы жерде. Біздің қуырдағымыз дайын, стейк салатымыз дайын. Енді дәмін татып, бір кішігірім бағаңызды беріп жүрсеңіз, қалай шықты екен еңбегіміз біздің? Керемет. Өзім пісірдім дегізші. Айдену. Мен бұлайша айтқанда классика ғой. Біздің классика, біздің тұрмысымызға сіңіп кеткен тамақтар, сондықтан әр жеген сайын бірінші жегендей сондай бір гастро, не дейді, ләззат аламыз. Стейк салатымызды түрі керемет Тек қана отыр. қазақтар еттен кейін ет салат жейді. Әміре аға, тағы да келгеніңізге үлкен рахмет. Сізді көргенімізге барлық команда болып қуаныштымыз. Әркез есігіміз ашық. Сізге қалай болды? Бағдарлама ұнады ма өзіңізге негізі? Бағдарлама, я, өте күшті. Тағы да келетін бағдарлама екен десең, келе беретін бағдарлама екен. Себебі тамақ жейсің бұл жерде. Рахмет, шынымен дәмді, жаңа тілектерімді айттым. Өте керемет. Бүгінгі тамағымыз да әдемі. Нариман мырза, сізге рахмет. Бүгінгі бір осы жоба мен үшін де бір жақсы, былайша айтқанда, өмірлік өзіме бір болашаққа алатын сабағым да көп болды. Тамақ жағынан болды, сізбен таныстым мысалы. Осылайша біздің бағдарламамыздың мәресі келіп қалды. Қоңырау батырмасын басып, комментарийға пікірлеріңізді қалдырып, келесі бағдарламаларымызды күтіңіздер. Біздің каналымызды қолдаңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет.